Армысыз көрермен, сіздермен бірге арнайы шығарылымның кезекті саны Сырлы Созақта жалғасын тапты. Жалпы Созақ жұртында мансап орталығында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Хабарымызда бірге білейік, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінде Созақ ауданында 60 мыңнан астам халық тұрады. Аудандағы 12 ауылдық округтің тұрғындарына қызмет көрсететін мансап орталығы тұрақты жұмыспен қамту, мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру және мемлекеттік қолдау шараларын көрсету бағытында тұрақты жұмыс жүргізіп келеді. Осы шығарылымда Созақ ауданындағы мансап орталығының жұмыс барысы, тұрғындарға көрсетілетін қызметтер мен мүмкіндіктер жайында кеңінен тарқатамыз. Міне біз Созақ көшелеріндеміз. Қазір мұнда мансап орталығы арқылы жұмыспен қамтылған, түрлі бағдарламалар аясында қамтылған азамат-азаматшалардың жұмыс барысымен танысуға келдік. Бірден іске көшуді жөн көрдік. Міне менің жанымда Созақ аудандық мансап орталығының басшысы тұр. Аға, қайырлы күн. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Созақ еліне. Мен Созақ ауданы мансап орталық филиалының басшысы, директоры Көбенов Абай Уәлиханұлы. Біз қайда келдік? Қазір енді бізде негізгі мансап орталығының жұмысымен таныспас бұрын негізі бізде мемлекеттік бағдарламалар бар, халықты жұмыспен қамту бойынша. Соның бірі қайтарымсыз грант. Оның ішінде былтыр бізде 2025 жылы 79 азаматша алған болатын грант, мемлекеттік қайтарымсыз грант. Соның ішінде пробация есебінде тұрған азаматтар бар алынған. Сол пробация есебінде тұрған Бақытұлы Нұрғанат деген азаматтың қазір несіне келдік, жұмыс орнына. Осымен таныс болсаңыздар. 2025 алған, бұл кісі? Саламатсыз ба аға? Саламатсыздар. Мегаполис ақпараттық агенттігі сізге келіп қалдық, жұмыс барысыңызбен танысуға. Мен 2025-те неден жұмыстан грантқа 1,5 миллион ақша алам. Қазіргі таңда сол немен жұмыс жасап отырмын. Не жасайсыз қазір мұнда? Бұл жерде баллон дөңгелек шина ауыстырамыз. Автошина, баллонын ашып жамаймыз, жөндейміз. Қайтарымсыз гранттың қаражатына қандай заттар алдыңыз? Нелер алдыңыз? Баллон ашатын аппарат, баллон жамайтын аппарат, данкрат, машина көтеретін сондай аппараттар алдым. Жалпы қайдан білесіз, нарықты зерттедіңіз ба? Өзім осы салада оқығам, автослесарь мамандығында. Сол жобамен ашып жұмыс жасап отырмын. Жоспар бар ма алда? Жоспар бар, кеңейтсем деген гаражда. Қазір қанша көлікті шығарасыз күніне, айына немесе? Күніне 2-3 көлік. Жөндеп шығарасыз? Жөндеп шығарамыз. Ал кейде көктемде, күз мезгілдерде баллон ауыстырады. Зимний, летнийге сол кездерде 10-15 шақты болады. Келесі мансап орталығы жүзеге асырып жатқан бағдарламалардың бірі Күміс жас жобасы. Аталған жоба аясында Раушан Алдабергенова жұмыспен қамтылған. Қазіргі таңда ол ауданға қарасты мекемелердің бірінде тазалықшы қызметін атқаруда. Раушан Алдабергенова мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан осындай қолдау бағдарламаларына алғысын білдіреді. Менің есімім Алдабергенова Раушан болады. Мен Күміс жас бағдарламасымен осы жерге Біліспаевтың несіне келіп отырмын. 2 ай болды істегеніме. Әлеуметтік желілерден естіп, жұмыс орнына барып, мені қабылдап, сол осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Азанда 9-да, кешкі 6-ға шейін 1 сағат обедіміз бар. Осы жердің тазалықшысы болып, соның жұмыс істеп жатқан жайым бар, жақсы барлығы. Мансап орталығына рахмет, бұл жердегі жаңағы неге рахмет барлықтарына. Бізге шамалы болса да әйтеуір жасымыз келіп отырып қалмай, өзіміздің нанымызды өзіміз тауып жүрейік деген жайымыз бар енді. Қабылбек Нұрдана Қазақстан ұлттық қыздар университетінің қазақ тілі мамандығы бойынша түлегі. Қазіргі таңда жас маман ауданға қарасты Нәзір Төреқұлов атындағы IT мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Мұнда тәжірибелі ұстаздардан көп тәжірибе жинақтап, кәсіби біліктілігін арттыруда. Соның нәтижесінде оның мамандығына деген қызығушылығы да арта түскен. Мен 2025 жылы шілде айында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетін, яғни жоғарғы оқу орнын тәмамдап, ауылға осы Шолаққорған ауылына келдім. Ұжыммен тіл табыстым. Көптеген мұғалімдеріміз маған өзінің білген, білмеген тәжірибелерін үйрету мақсатында сабақта қалай жоспарлау керек екен, оқушылармен қалай қарым-қатынас жасау керек екен, барлығын үйретіп жатыр. Қазір жұмыстағы әріптестеріммен тығыз байланыстамын. Болашақта осы мектепте тұрақты жұмыс жасауға ниетім бар.
Жастар практикасының артықшылығы жас мамандарға, яғни жұмыс өтілі жоқ жас мамандарға қолдау ретінде өткізіліп жатқан бағдарлама деп ойлаймын. Және ол маған өте тиімді болды, өйткені қазіргі таңда жұмыс табу өте қиын. Осылай бір жыл ішінде өзіме тәжірибе жинақтау барысында өзімді көрсетуге, ұжыммен сіңісуге барынша атсалысып жатырмын. Мансап орталығының нәтижелі жұмыстарының бірі ауданға қарасты тігін шеберханасында еңбек ететін Жарылқасын қызы Қарлығаштың жұмыс барысымен танысу болды. Дәл осы орталықтың көмегімен 6 жылдан бері тұрақты жұмыспен қамтылып келеді. Тігінші болып еңбек етіп жүрген ол ерекше жан. Қазіргі таңда бұл тігін шеберханасында өзі секілді 30-дан аса ерекше жандармен бірге жұмыс жасайды. Мен өзім тігіншілікпен айналысып кеткеніме бірталай жыл болды. Осы қазір 6 жылдан асып кетті. Мансап орталығы арқылы Демеу қоғамдық бірлестігінде жұмыс істеп келдім тігінші болып. Енді мұны жаңадан ашылған, қазір ашылып жатқан, өз Созақ ауданының азаматы Абылай мырзаның ашып жатқан тігін цехына жұмысқа қабылданып жатырмын. Өте керемет, біздің жағдайымыз жасалған жерде спецодежда бастап тігіліп жатыр, пастельдер тігіліп жатыр. Осы Мансап орталығына және Абылай мырзаға үлкен алғысымыз шексіз. Мүмкіндікті пайдаланып, біз мысалы біріншіден өзімізге тәжірибе, екіншіден біраз Созақ ауданының азаматтарына бұл жұмыс істеймін деген адамға қолымыздан келгенше бірлесіп сапалы өнімдер шығарамыз деп ойлаймын. Жаңа ғимарат іші жылы барлық жағдай жасалған. Өзімізге жан-жақты қамтылған деп айта аламын. Осылайша ауданда атқарылып жатқан жұмыстармен танысқаннан кейін орталық басшысымен бірге жұмыс орнына келіп кеңінен сұхбаттастық. Жалпы Мансап орталығы 2025 жылы 5 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтыған. Сонымен қатар 60 мыңнан астам халқы бар аудан тұрғындарына Мансап орталығындағы 23 қызметкер қызмет көрсетеді. Орталыққа жүгінген тұрғындар қажетті ақпарат алып, сапалы қызметке бүгінде қол жеткізіп отыр. Жалпы біздің Созақ ауданы бойынша 60 мыңнан аса халық орналасқан. Бүгінгі таңда тұрғылықты халық саны. Біздің Мансап орталығының жалпы өткен 2025 жылғы жалпы жоспарымыз 4718 адамды жұмыспен қамту болса, біз оны 5044 адам жұмыспен қамтылып, 102%-ға асыра орындадық. Оның ішінде тұрақты жұмыс бар, және субсидияланатын жұмыс орындары бар. Жалпы жаңа өздеріңіз танысып өткендей, жалпы субсидияланған жұмыс орындарынан басқа бізде грант, қайтарымсыз грант бар. Жаңа бизнес идеяларды іске асыру аясында берілетін 400 айлық есептік көрсеткіш бойынша беріледі. Өздеріңіз де жаңа танысып өттіңіздер. Оның ішінде жаңа пробация есебінде тұрған азаматтарда қайтарымсыз грант алып, бүгінгі таңда жалпы кәсібін дөңгелетіп отыр. Жалпы 2025 жылы 79 азамат алды. Ал субсидиядан жұмыс орындары бойынша да бізде жоспар толық орындалды. Жұмыссыздық деңгейі бізде өткен жылы 4,8%-пен аяқталды, жылдың қорытындыланды. Әлі де одан да төмен деңгейде жұмыс жасап жатырмыз, төмендету бойынша. Биылғы жылда бізде ауданда білесіздер, ауыл шаруашылығымен бірге өндірісі, өнеркәсібі дамыған аудан. Осы жұмыссыздықты азайту мақсатында аудан әкімі Мұхит Тұрысбековтің қолдауымен және прокуратураның қолдауымен осы Казатомпромға қарасты мекемелермен 4 жақты меморандумға, жаңағы жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту мақсатында меморандум түзілді 4 жақты. Сол мақсатта да биылғы 2020 жылы бекітілген жоспарды орындау мақсатында осындай жұмыстар жасалып жатыр ауданда. Бүгінгі таңға дейін субсидияланған жұмыс орындары бар, тұрақты жұмыс барлығы 400-ден аса адам жұмыспен қамтылды қазіргі таңда. Жалпы биылғы жылға да біздің жоспарымыз халықты жаңағы Мансап орталығының жалпы мемлекеттік бағдарламалары бар жұмыспен қамту бойынша. Осы бойынша 12 ауылдық әкімдік орналасқан ауданда осыларды аралап түсіндіру жұмыстары жүреді, және әлеуметтік желілер бойынша да түсіндіру жұмыстары жүргізіліп отырады, жарияланып. Осы бойынша да біршама жұмыстар атқарылуда. Жаңа өздеріңіз танысып өткендей, мекемеде бізде жалпы 23 қызметкер жұмыс жасайды. 4 сектор бар, оның ішінде
осы мамандармен бірлесіп, халықпен бірлесіп, жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту бойынша тиісті жұмыстар атқарудамыз. Цифрландыру қазіргі таңда барлығына хабардарсыздар. Бізде еңбек кезет келіп, жаңағы арнайы мансап орталығына келіп, болмаса өздері үйде отырып та бізде арнайы тіркеле алады қазір жұмыссыздыққа. Және бағдарламаны қарап біліп отырады. Бізде жұмыссыз азаматтардың 30-40% даже өздері үйінде отырып тіркеледі. Қазір келіп мансап орталығына жүгінбей-ақ, оны біз әлеуметтік желіге жаңағы түсіндіру жұмыстарын жиі жариялап түсіндіріп отырамыз. Және мынау болашақ мамандық таңдау және біздің еңбек кезет сайтына тіркелу, сонымен танысу бойынша да мынау жоғары мектеп бітіруші жоғары оқушылармен, жоғары класс сыныптарымен және мынау ауданда орналасқан оқу орны бар, колледжі бізде. Осыларға барлығына түсіндіру жұмыстары жүргізіліп отырады, таныстырып. Және мынау бізде бастау бизнес оқу бағдарламасы бар. Осы бойынша да қазір көп азаматшалар өздері оқып сертификат алып жатады. Жаңағы қайтарымсыз грантқа қатысуға ниет білдірген азаматтар. 2025 жылы 6 рет жәрмеңке өтті бізде. Бос жұмыс орындары бойынша. Оның ішінде негізгі неміз пробацияда тіркелген азаматтар бар, мүмкіндік шектеулі азаматшалар бар. Осыларды жұмыспен қамту мақсатында. Және берешегі бар азаматтар болады. Алименттік деп жатамыз ғой, алимент төлеу бойынша да. Және тұрақты жұмыспен қамту бойынша мекемелермен, жұмыс беруші мекемелермен бірлесіп жұмыс жасап жатамыз. Осы бойынша жәрмеңкелер жиі өтіп тұрады бізде. Биылғы жылы өткен жәрмеңке бойынша бізде 34 адам жұмыспен қамтылды. Оның ішінде жаңағы пробация бойынша 2, қалған басқа жұмыссыз азаматтар, жұмыс іздеушілер. Бұл алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Жалпы атаулы әлеуметтік көмек бұл жан басына шаққанда кезек шегінен төмен отбасыларға тағайындалатын ақшалай көмек түрі. Атаулы әлеуметтік көмек шартты және шартсыз ақшалай көмек ретінде екіге бөлінеді. Шартты ақшалай көмек түріне жан басына шаққанда жаңағы еңбекке қабілетті отбасы мүшелері тағайындалады. Шартсыз ақшалай көмекке еңбекке жарамсыз отбасылар тағайындалатын ақшалай көмек түрі болады. Былтырғы 2025 жылдың жылдық қорытындысы бойынша атаулы әлеуметтік көмекке өтініш берушілердің саны 134 отбасы болу керек болатын. Оның 118-і шартты ақшалай көмек, 21-і шартсыз ақшалай көмек ретінде тағайындалған. Ал биылғы 2026 жылдың жылдық жоспар бойынша атаулы әлеуметтік көмекке 126 отбасыға тағайындалу керек жылдың соңына дейін. Қазіргі таңда бізде шартты және шартсыз ақшалай көмек ретінде шартты бойынша 47 отбасы атаулы әлеуметтік көмекке өтініш берген. Оның 11 отбасына шартсыз ақшалай көмек ретінде ақша тағайындалған. Қорыта келгенде Созақ ауданындағы мансап орталығы тұрақты жұмыспен қамту бағытында жүйелі әрі нәтижелі жұмыс жүргізіп отырған маңызды мекемелердің бірі. Орталық арқылы түрлі мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асып, көптеген азамат тұрақты жұмысқа орналасып, өз кәсібін табуға мүмкіндік алып отыр. Әсіресе жастар мен ерекше жандардың еңбекке араласуына жасалып жатқан қолдау қоғам үшін маңызды бастамалардың бірі. Бұл жұмыстар аудан тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға, еңбекке деген ынтасын күшейтуге және әлеуметтік тұрақтылықтың нығаюына өз үлесін қосуда. Алдағы уақытта да мансап орталығы тұрғындарға сапалы қызмет көрсетіп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын бастамаларын жалғастыра бермек.